Достар, қайырлы күн. Бұл тағы да Лаура Ньюс каналы. Бүгін менің құрметті қонағым, танымал сарапшы, экономист, елімізде және шетелдік баққа сұхбат беріп жүрген танымал тұлға Сапарбай Жобаев ағамыз. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді бүгін тағы да өте ауыр сұрақтардың біреуін қояйын деп отырмын сізге. Елдегі ақша жеу схемалар. Отмывание денег, жемқорлық тағы да. Жалпы бізде енді жемқорлық белең алған, жемқорлыққа бейімделген мемлекет екенімізді жасырмай қояйық, оны бәрі біледі. Қазір сізбен біз жоққа оны ешқашан шығара алмаймыз. Сондықтан осындай елдегі шенеуніктер жейді ғой көбіміз ақшаны, әлде бұл қате ұғым ба? Енді сондай тұрмыстықта жемқорлық бар, биліктегі жемқорлық бар. Биліктегін айтайын. Сол биліктегілерден көбірек масштабы үлкен. Иә, сол қызықтырады мені. Өйткені ол елге тікелей экономикаға тікелей. Ондай жай адамдардың арасында да осындай алдау дегендер бар. Енді мен өзім бұл жұмыспен, яғни жемқорлыққа қарсы күрес, бұл қаржыгерлердің жұмысы. Себебі негізінен қаржы жейіледі ғой. Сондықтан мынау біз кеңес дәуірінде осы финансовый агент деген адамдар болған. Содан 70-75 жылдарға дейін жұрт бәрі қорғайды. Сол жаңағы финагент келсе, ол жаңағы бүтін кәсіпорынның балансын, сол ауылдағы мал қанша, неге ол азайды, неге көбейді, неге жаңағы өнген өнімдер қайда кімге сатылды деген бәрі солар тексерілген, соны финагенттігінен қорқады. Сондықтан біреулер айтады ғой, совет дәуірінде жемқорлық аз болды деп. Енді мүмкін азырақ болған шығар, бірақ бәрі болған. Себебі биліктегілер білдірместен болса да негізгі табыстың көзін сол кеңес дәуіріндегі биліктер алған. Мен бір ғана бір мысал айтайын. Сен схемалар деп жатсың ғой, схемалардың бір қызығы мынандай болған. Кейін мен жалпы тоқтайын, ал қазір бір мысал ретінде. Мәселен, сол кеңес дәуірінде еттің бағасын 1 сом 80 тиын, бірінші сорт деп, жоғары сорттағы етті 2 сом деп белгілеген. Бірақ ол ет ешқашан еркін дүкенде сатылған емес. Оны жаңағы арқа жолымен дейміз ғой, биліктегілер, райисполком, райком, жаңағы үлкен зауыттың бастықтары, сол биліктегілер сол 2 сомға жаңағы ет сатып алушы еді, жақсы сапалы ет алушы еді. Ал енді мына халыққа мүмкін айына 1 рет, айына 2 рет жаңағы сүйегі көп, мазасыз ет шығарушы еді. Уақыт өтіп кеткен сондай складта жатқан сияқты еттерді, резервте жатқан еттерді беруші еді. Сол халық айына 1 рет соны бір өте үлкен тапшылық болғаннан кейін зорға алушы еді. Ал негізінен жай қарапайым халық базардан 4,5-5 сомға ет алып жасаушы еді. Біз өзіміз соны басымыз өткізді. Сонда көз алдарыңызға келтіріңіздер, жаңағы сондағы совет дәуіріндегі биліктегілер бүгін мәселен базардағы жақсы етті нарықтық бағасы 3,5 мың 4 мың дейміз ғой, солар соны сатып алса да, қарапайым халық 7 мың 8 мыңға базардан ет алуға мәжбүр болса. Біз сондай заман көрдік. Сондықтан кеңес дәуіріндегі жемқорлық осындай схемалармен жүзеге асырушы еді. Яғни биліктегілер өздері үшін өте бір тиімді, өздерінің ақшасын сақтайтын, енді пара алудан басқа осындай схемасымен жұмыс істеуші еді. Енді біз мынау нарықтық заманға келейік. Бұл жерде біздің биліктегілер қайдан үлкен ақшалар тауып жатыр, қаяқтан олардың жаңағы Дубайдағы коттедждері бар, Францияның жаңағы лазурный берег дейміз ғой, соған өте үлкен виллалары бар, яхталары бар, самолеттері бар. Сөзіңізді бөлейін, сонда осы дүниелер қазіргі біздің шенеуніктерде бар ба? Бізде бар. Әшейін жай статистикалық деректен былай декларация береді ғой біздің биліктегілер. Сол декларацияның өзінде, сол мәселен Дубайдағы үйлері, нешеуінің самолеті бар, нешеуінің яхтасы бар, нешеуінің вилласы бар, ашық тұрады, олар ашық. Кәдімгі өте үлкен лауазымды адамдар ма, әлде олар? Енді лауазымды адамдар да бар, енді бізде бір қызық нәрсе мынандай ғой, лауазымды адамдар мен олигархтар бізде бірігіп кеткен. Себебі лауазымды адам бүгін сол әкім
болып тұрса бір алғанда ертең ол мәжіліс депутаты, бүрсігін бір компанияның бастығы, одан кейін күні сенат депутаты, одан кейін қайтадан әкім. Сөйтіп айналып жүре береді ғой. Қайдан алады соны сол ақша? Енді мен қазір соны жаңағы сен айтқандай схемасын түсіндірейін де. Біздің биліктегілер не істейді? Ең бірінші мынау жекешелендіру деген нәрсе бар, бізде кеңес дәуірінде бар нәрсе өкіметтікі болды ғой. Соны жекешелендіргенде 1, 2, 3, 4 басқыштан өттік. Бұл не дегені? Бірінші, кім үйінде тұрған болса, сол үйдің барлығын сол егесіне бере салды. Ал андай үлкен коттедж, үлкен үйлерді биліктегілер алды. Бұлай бірақ әділет сияқты. Кім тұрған үйінде тұра берді дейді. Ал бірақ біздің биліктегілер жаңағы дачаларда, үлкен үйлерде өздері жасады ғой. Қазіргі кейбіреулердің бір 5-6 гектар жері бар, сол жерде сарай салып алған, сол жерде тұрады. Жаңағы енді Масинктің үйін неше бір 2 миллиардқа сата алмай жатыр деп, 2 миллиард теңгеге біз оны 200 миллионға шейін үйлерді сатып алдық. Сол қалай алған? Сол кезінде жекешелендіру кезінде сондай үлкен жерлерді өздері биліктегілер алды. Себебі қолында билік. Бұл енді бір жарты әділетті, жарты әділетсіз болған сияқты болды да, бірақ жұртқа бәрін берді. Екінші басқышында мынау шағын және орта бизнестің дүкен, жаңағы шашалатын, шаштараз соларды берді. Сөйтіп сонда кім жұмыс істейтіндердің барлығы соның өзінде қалды да, анада биліктегілер үлкен заводтарды арнаулы қаулымен өздеріне алды. Себебі онда былай деді, жаңағы кішкентай шаштараз дүкендерден оншалықты пайда түспей жатыр, сендер осының нарықтық бағасын беріңдер, мәселен жаңағы $10,000, $100,000 бола қойсын, соны алыңдар да осы бизнес сендер деді. Оның көп бизнесмендер ақшасын беріп, жаңағы пәтер тегінге кетті, ана кіші бизнес азғантай ақшаға кетті. Ал енді өздері биліктегілер өте үлкен кәсіпорындарды өте арзан бағаға жекешелендіріп алды. Мәселен, оның бағасы, мәселен, бір мысал бар, $4 миллиард кәсіпорынды бір 200 миллион, 300 миллион долларға сатып жіберді. Жаңағы биліктегілер онша ақшасы бар, басқа ешкімде ақша жоқ. Оны төледі де, жаңағы кәсіпорынды өзіне егесі болып шыға келді. Сөйтіп бүгінгі күндегі біздің мұнайдағы олигархтарымыз, темір металлургия саласындағы, химия өнеркәсібі саласындағы үлкен олигархтарымыз осылай жаңағы жекеменшікке байлыққа ие болды. Міне осы ең бір ашық көрінісі, ашық схемасы. Яғни мемлекеттің тегінге тұрған халыққа деп айтылатын нәрсесінің барлығын өздері жекешелендіріп алды. Бұл бірінші жолы. Енді осы жерде сап қосып кетейін, мынандай бір нәрсе бір қызық болды сол кездерде. Мен Алматыда бір 4 жыл тұрдым. Сол жерде 19 километр деген жер бар. Сол жерде әр жылы бидай, арпа егілетін мемлекеттің жері бар еді. Бізде енді жер сатылмайды ғой, ауыл шаруашылық жері. Сол жерде бір күні қарасам, көлікке қойып, хабарландыру беріп, жаңағы 10 сотықтан $15-16 мың сатып жатыр. Кейін мен алдым бардым, бізде алдық болады ма? Иә, болады. Ай, бұл жер кеше ғана ауыл шаруашылық жері мемлекеттік еді ғой. Сендер қайтып бұны мынандай бір жеке адамның атынан сатып жатырсыңдар. Себебі бұл ақша бюджетке емес, оны мемлекет сатып жатқан жоқ. Бір адам сатып жатыр. Қайтып ол адам бұл жерді жаңағы сол тұрғын үй құруға қарай өзгертіп алып, соны сатып жатыр. Бұны егерде бюджетке түсіп түсінікті болар еді, мемлекеттің жерді. Оны жеке адам сатып жатыр десем, бұл адам бұны 15-20 жыл алдын әлі заңдар оншалықты бір тәртіпке түспеген кезде өзінде жекешелендіріп алған еді. Жаңағы әжуайт. Енді әрине бұл жалған. Ол адам бүгінгі күндегі мүмкін сол жердегі әкім ба, әкімнің орынбасары ма, әйтеуір сол жерге билік ететін адам. Солар өздері қалағанша жерді алды. Бюджетке ақша төлеместен, төлесе бір қасынан тағаны бюджет төлеген шығар. Сөйтіп ол жерлерді сатып, ең байудың
жаңағы жолдары осындай болды. Түсінікті, енді бұл жекешелендіру мәселесінде біздің олигархтар, біздің байлар қаяқтан шықты деген сұрауға бірінші жауап осы. Енді ана кәсіпорындарды, компанияларды жекешелендіру мәселесі ол жаңағы арнаулы қаулымен шығарылды да биліктегілер өздері өзара бөлісіп алды десек те болады. Мысалы, бір мысал айта аласыз ба? Сіз жаңа жеке үлкен зауыттарды, өндіріс орындарын жекешелендіріп алып дедіңіз ғой. Бір олигархты атай аласыз ба? Мысалы, мынау кезінде мемлекеттік болған, бірақ жекешелендірілген деген. Мәселен, ең біздің металлургияның авангарды, лидері дейміз, Теміртау металлургия заводы. Соны енді мен Өзбекстанда едім, сол кезде соны ArcelorMittal индиялық өзі түбінде индиялық өзі ағылшын азаматы Митталға соны жекешелендірілді. Сол кезде Украинада Кривой Рог деген металлургия заводы бар еді. Енді 2000 жылдардан кейін. Сол кезде Украинадағы жаңағы 2004 жылы Ющенко деген демократ сияқтылар өкімет басына келді да, Тимошенко деген премьер-министр болды. Сол жаңағы Кривой Рогты жекешелендіріп мемлекеттік еді ғой. Соны $4 миллиард сатқан. Ал бүтін дүние жүзі біледі, енді металлургтер біледі. Қазақстанның Теміртау металлургия заводы мен Кривой Рог металлургия заводы екеуі бірдей. Көлемі, енді совет дәуірінде бір типтік жобамен жасалған ғой. Жаңағы өндіріс көлемдерді, өндіріс қуаттары да бәрі бірдей болғанда. Соны сол жаңағы Тимошенко сол $4 миллиард шетелдік инвесторға сатты. Ал біздікін кейін меніңше Болатабил болса керек, мен қазір анық соны жазғаны бойынша ArcelorMittalға қаншаға сатылды деген біз әлі дейін білмейміз. $200 миллион ғана кетті деген сөз де бар. Енді оның мен анық қанығын білмеймін, бірақ ол сәл ертерек болды. Ал енді $200 миллион қайықта да $4 миллиард қайықта. Яғни жаңағы 5 болса 14-ке 200 есе арзан сатып. Ал енді соны жаңағы шетелдік инвесторға арзанға беріп тұрғаннан кейін қалған ақшасына шетелден біледі ғой. Бұның іс болмаса мәйді, 4 миллиард болмасын, 1 миллиард болғанның өзінде сонда 200 миллионын бюджетке салып, қалған 800 миллион кім қалтасында кетті мүмкін. Міне осындай схемалар өте көп болған. Ал енді жаңа сіз Мен және бір нәрсені айтайын, өзім бірінші мамандығым машина жасау, кейін қаржы бердім. Алматыда Орджоникидзе атындағы станок құрайтын завод бар еді, өте күшті, токарный станоктар істеуші еді. Кейін Алматыдағы ауыр машина жасау заводы бар еді. Алматыдағы мақта қағаз комбинаты бар еді, өте үлкен заводтар. Солардың барлығы қайсы бір олигархтардың қолында кетті, өте арзан. Енді оны былай түсіндіру мүмкін, жаңағы республикалар бөлініп кеткеннен кейін оны ары-қарап жұмыс істету қиын болып қалды, оның өніміне сұраныс болмай қалды, дейтін нәрсе де бар. Бірақ мынау металлургия заводына сұраныс болды ғой. Сол шетелдік инвесторға берген еді. Міне бүгінгі күнде ArcelorMittal, енді қазір Қарағанды металлургия заводы дүркіреп істеп жатыр. Сондай етіп адал егерде жекешелендірілгенде мүмкін жаңағы станок заводы да, Алматы ауыр машина заводы да, жаңағы мақта қағаз комбинаты да жұмыс істеп тұрған болуы мүмкін еді. Шымкентте пресс автомат заводы болды. Өте кеңес дәуірінде дүркіреген завод болды. Сол да күндерінде тек қана металлоломға сатылып кеткен жағдай болды. Себебі оны өте арзанға жекешелендірген адамдар жаңағы металлоломға сатқанның өзі оларға үлкен пайда келтірді да, оны жұмыс істетудің орнына. Міне осындай біздің олигархтардың негізгі схемасы осындай болды. Бұл енді бастапқы кезеңде. Енді ал кейінгі кезеңде қандай жұмыстар болды? Бұған бір мысал ретінде Қазақ гейт деген нәрсені естігесің ба? Қазақ не? Қазақ гейт.
жоқ. Бұл мынандай болды. Америкада бір президенті, мен енді оны айтпай ақ қояйын, Никсон деді, Рональдсон деді, Уотергейт деген бір осындай коррупциялық схема болған. Иә. Соны Америка халқы енді ашық демократия мемлекет қой. Айқай шу болып Уотергейт деп сулық дарбаза деген сияқты болды. Сол жерде болған оқиға болса керек. Сөйтіп Уотергейт деген дүние жүзіне танымал болды да, осындай Америкада да бір коррупциялық схема болды деп. Соны Қазақстандағы енді елесі дейміз ба, үлгісі қазақ гейт деген нәрсе болды. Бұның несі мағынасы неде? Біздің биліктегілер енді мен оны жемқор деп бірден атамаймын, себебі олар не дейді? Сол кездегі заңнама бойынша біз жұмыс істедік дейді. Яғни заң жоқ. Ол заң жоқ болғаннан кейін ол қылмыс істеді ме, қылмыс істемеді ме, оны заңгер айту керек қой. Сен осыны дұрыс істемедің, мына заңның осындай пункті бар, сен осыны бұздың дейді. Ол айтады, ешқандай заң жоқ қой. Мен дейді, үлкен мәселе кен орнын жаңағы америкалық бір инвесторға сатып жібердім дейді. Қаншаға саттым? Ол сыр. Ал бірақ жаңағы сол биліктегілердің есепшотының біреуіне $1 миллион ақша түседі. Сөйтіп оны біздің Қазақстанның тексеру органдары емес, себебі Қазақстанның тексеру органдары бәрі сол биліктің қолында ғой. Шетелдегі тексеру органы айтып қалады, сен мынау есепшотында не ақша жүр дейді. Енді жаңа біздің олигархтың есепшоты сыртта жүр ғой. Енді ол жаңағы әлгі бір офшорлық зоналарда болса ешкім тексермес еді. Мәселен, Бермуд, Вирджиния, Панама деген, Кипр деген сияқты жерлер әдейілеп істелінген. Ол жерде ақша түссе, ешкім тексермейді. Қайта ол бізге түскен жақсы болып деп қуанады. Ол Американың есепшотына түсіп қалған. Ол жерде бюджеттік бақылау, қаржылық бақылау өте қатаң. Сөйтіп жаңағы қазақ гейт деген сол бір адамның арқасынан түседі. Неге сен есепшотында ақша болып тұр? Ол айтады, жоқ, мен бұны Қазақстандық бір олигархтың есепшотын ашқанмын, ол менікі емес дейді. Сөйтіп ол да жауап бергісімен, бірақ біздің биліктегілер не қылады? Осындай үлкен жаңағы ақшаға ие болады. Сонда екінші схема, жаңағы бағанағы менде бірінші айтқаным, бірінші этап, екінші, үшінші этап өзіміздің мемлекеттің ішінде байлыққа ие болды ғой. Ал енді екінші этап шетелге қалайша жаңағы жер асты байлықтарымыздың сатылғанына біздің олигархтар өте үлкен байлық іздеді. Кейбір кездерде өздері соны үлесіне кірді. Айтты, мен осы жерді, осы жер асты байлықтарымызды сендерге береміз. Біздің де бір мәселен 20-30%, 50%-ын бізге болсын деген сияқты болды. Сөйтіп, енді инвестиция мәселесіндегі де осындай жемқорлықтар жолы болды. Бұл енді екінші осы, яғни жер асты байлықтарымызбен жаңағы Совет кеңесіндегі қалған байлықтарды бөлісу мәселесінде жемқорлық бар, схемалар. Енді үшінші өте үлкен бір жемқорлық мынандай болды. Бұл енді тек қана Қазақстанда емес, бүтін осы посткеңестіктерде өте кең алды. Шетелге мәселен біз басында сол металл, мұнай, сондайлар саттық қой. Сол кезде енді біздің өнімдерді сатып жатырмыз да. Соның биржалық бағасы бүгінгі күнде біз биржалық бағамен сатып жатырмыз. Жаңағы бағана мұнайдың бір баррелі $66 дедік қой. Ал біздің көп соны иеленіп алған жаңағы билікте отырған олигархтарымыз сол шетелдегі өзінің әріптесімен былай ашық халық үшін жаңағы $66 келісім шартқа қол қояды да, ал негізінде айтады, мен саған $30 сатамын дейді. Сен маған үстіндегі бір $36 қалу керек қой. Соның мен жартысын $15 мен есепшотыма шетелде жаңағы офшорлық зонаға өткізіп қойсам болды дейді. Сондай өте көп болды, жаңағы 95-2005 жылдарда, қалай дейміз, қазақша сөз бар ғой, итегесіне танымайтын кездерде. Себебі оны тексеретін заңнама әлі қалыптасқан жоқ.
биліктегілер қалағанын істеді. Сөйтіп өте көп біздің шикізатымыз сетке шығып, одан түсетін ақша біз соған да разы болдық та. Түсінікті ма? Яғни жарты бағасына сатып, өздеріне жаңағы бір 25%-ын қалтасына салды. Бұл өте үлкен осы бір коррупцияның схемасы. Бұл меніңше қазір де осының кейбір кездерде жалғасып жатқанын біздің мынау бұқаралық ақпарат құралдарында айтып қалады. Неге ашықтық емес, неге біздің мәселен жер асты байлықтарымыздың қаншаға сатылып жатыр, оның ақшасы не болды десе, биліктегілер айтады, ол коммерциялық құпия дейді. Халықтың нәрсесін қайтып коммерциялық құпия болады. Айналып келгенде ол олигархтардың дүниесі. Иә, сол дүниені қайтып алудың жолдары. Бізде мемлекеттік халықтікі деген жоқ, олигархтардікі деген бар болып тұр ғой. Ондай болса, мен сізге мына сұрақты сұрағым келіп тұр. Қазір енді біз жарайды кішкене ол кездегі схемадан бері қарай кішкене ойыссақ, иә, бүгінгі таңда қазір енді Қасым-Жомарт Кемелұлының жалпы билікке келгеніне 5 жыл болды ма? 5 жыл болды, иә, 2019-да келді, биыл 6 жыл келді. 6 жылдан Иә, осы уақыт ішінде ана шенеунік ұсталды, пара алып жатып, мынау ұсталды деген көп ақпарат тарады да, көбі ұсталды да, шын мәнінде мысалы Бақытгүл Қаменова ханым депутат, иә, мәжіліс депутаты болған. Пара 7 миллионда 11 миллион баққан жерден біліп қалдым, нақты санын. Әйтеуір соны алып жатқан жерден ұсталған болатын, иә, кейінгі уақытта тойда жүргенін де көрдік. Мысалы, сол шенеуніктердің параны былай қалай алатыны қызық маған. Сосын солардың ақша жеу схемалары қызық, мен осыны білгім келеді. Бұл енді мен жаңағы 4-еуін айттым ғой, иә. Бұл енді өзіміз ішке кіреді, бүгінгі күндегі өмірде. Соны бір 6-шы, я болсам 7-ші жолдары дейді. Бізде мемлекеттік сатып алу деген жүйе бар. Мемлекеттік сатып алу. Яғни бұл не дегені? Қысқаша айтсақ, мемлекеттің бір кәсіпорнына, я болмаса мемлекеттің бір жекеменшігіне, жеріне, я болмаса бір жаңағы мектеп, аурухананы бір жөндеуге ме, сондайға бюджеттен өте көп ақша бөлінеді. Мәселен, жол салу. Енді жаңағы Атырауда не болғаны мен қазір есімде жоқ, бірақ оқығанмын ол нәрсе туралы. Солда енді ең оңайы осы мен жол салуды мысал ретінде айтайын. Мәселен, енді қайсы облыс бізге маған ренжімес екен, Қызылорда облысы ренжімеді ме жесін? Айта беріңіз аға, шын айтсақ өспейміз. Енді мен Ұлытау облысы деген жаңа облыс қой, енді сондықтан ренжімейтін шығар. Мәселен, сол Жезқазған мен Қызылорданың ортасындағы жолға әр жылы пәленбай миллиард, 100 миллиардтап ақша бөлінеді. Сол жол салу үшін. Сол жолды біздің Сенаттың төрағасы ол кезде Дариға Назарбаева берді. Соның өзі күйіпсіп айтқан, осы жолға кетіп жатқан ақшаның бәрі құмға кеткен судай болып жатыр ғой деді. Енді соны бүгін де сол жағдай жалғастырып жатыр. Әлі жол біткен жоқ. Қайық кетіп жатыр ақша. Енді Алматы мен нені айтпай ақ қояйын. ЛРТ біткен жоқ, жол біткен жоқ. Енді ондай мысалдар келтіре берсек, қазірдің өзінде көп қой енді. Жаңағы Азия автозаводымыз бар, этанол заводымыз бар, Қызылордадағы заводтар бар. Самолет заводын құрмақшы болдық қой. Шығыс Қазақстанда көпір саламыз деп көпір әйтеуір енді ондайлар, міне сол қараңыз, енді мен оңайырақ болсын деп жаңағы жолды айтып жатырмын. Сол жолға әр жыл ақша бөлінеді. Ол ақша кетеді, халыққа жалға бердік деп айтады. Ал жаңағы жолға бір 10%, 20% ғана істетіледі. Мен осы жерде бір қызық Садыр Жапаровтың Қырғызстанның қазіргі президенті ғой. Соның бір анекдот сияқты әңгімені айтып берейін ба, егер уақыт болса. Иә. Сол бүйтіп айтады. Бір қазақ пен қырғыз Москвада жол құрылысы институтын бітіріпті екеуі. Осы бүгінгі күндерде. Сөйтіп жаңағы екеуі келеді өз елдеріне, біреу Алматыда жасайды, біреу Бішкекте жасайды. Сонда жаңағы Алматыдағы құрылысшы Бішкектегі досын курстасы ғой шақырыпты. Шақырса жаңағы 3-4 жыл жұмыс істеген, екі этажды үй, есігінің алдында Мерседес машина, коттедж, байлығы көп, өте дәулетті болып кетіпті дейді. Сөйтіп жаңағы қырғыз курстасы сұрайды, қайтып істедің десе, мен дейді мынау жолды көрдің бе, мен үлкен жолды салдым деді. Сол жолдан жанынан 5 сантиметр кішірейттім, екі жанынан. Қалыңдығын 1 сантиметрге кішірейтірдім.
міне соның ақшасына міне 2 этажды коттедж құрдым, үй салдым, көліктер алып жатырмын, жағдайымды туралап алдым депті да. Содан кейін жаңағы қырғыз өзіне кетеді Бішкекке. Кейін 3 жылдан кейін жаңағы қазақты шақырады. Мен де жақсы болып кеттім дейді. Барса 2 этаж емес, 3 этажды коттедж. Есігінің алдындағы Мерседес емес, байбық, вертолет қонатын жер, әйтеуір бассейн, өте тамаша бай қылғанда. Сөйткен жаңағы, сен қайтып бұрын осындай байлыққа ие болдың десе, бір айналаға шығарады. Қара дейді, осы жерге дейді мен жол салуым керек еді дейді, жол салмай-ақ қойдым дейді. Ең жаңағы, не дейді, бүгінгі күндегі жемқорлықтың бір жолдары. Неге бізде су мәселесі оңтүстіктің өзінде әлі күнге дейін шешілмейді? Мен мәселен мына солтүстік Қазақстанда су мәселесі деген болуы мүмкін емес деп ойлаушымын. Сөйтсем солтүстік Қазақстанда су мәселесі шешілмеген. Әр жылы ақша бөлінеді. Газ мәселесі дейік, электр энергия мәселесі дейік, жол мәселесі дейік, халықтың жаңа мектептері дейік, бәріне ақша бөлінеді. Ал бірақ жеме-жемге келгенде нәтижесі біз күткендей болмайды. Кейін бұл енді 6-7 жолдары болды дейді. Ең соңғысы мына мемлекеттік сатып алу дедім ғой. Сода мәселен мектепті неге қазір өкінішті, мына мектептің бухгалтерлерінің көпшілігі осы ең жемқорлардың қатарында. Егер де біздің жемқорлық статистикасын қараса, ең бірінші орында кім тұр деп ойлайсың? Біз бұрын ойлаушық ішкі істер министрлігі, қаржы министрлігі, экономика министрлігі деп ойлаушық. Солар ақшаның үстінде отыр ғой. Ал бүгін күнде өкінішті білім саласы, денсаулық саласы бірінші орында. Неге? Неге дейсің? Себебі сол мәселен жаңа ауруханаға, мектепті жөндеуге, мектеп салуға ақша бөлінеді бюджеттен. Сол ақшаны әкім қаралар, жаңағы мектептің бухгалтерлеріне, мектептің директорлері өзінің адамдары ғой. Оларға мәжбүрлеп жаңағы подрядчикті қазақша не дейміз соны? Құрылатын адамдарды, мердігерді өздері таңдайды. Жаңағы мектептің адамдары таңдамайды. Әділетпен жолынан таңдамайды. Жаңағы мемлекеттік сатып алу тендер деп айтады, ал бірақ жаңағы әкімнің адамдары жеңіп шыға береді. Аслында еш нәрсе жоқ, тәжірибесі жоқ болса солар жеңіп шығады да. Олар неге жеңіп шығады? Себебі жаңағы алған сол мәселен мектепті жөндейтін ақша мәселен 100 миллион болса, 100 миллиард дейік. Соның 20 миллиардын жаңағы атқатқа билікке береді. Ал қалғандарын өздері бір 30 миллиардын жесе, 100 миллиардтық жұмысты 50 миллиардқа істеуге мәжбүр болады. Сөйтіп мектептің жаңағы қабырғасы сөтінеді, фундаменті жақсы болмайды, ертең жаңағы жылу жөнді істелінбейді. Осындай нәрселер бүгін күнде де жалғасып жатыр өкінішті. Сондықтан біздің оны енді жүзеге асырған кезде кім қол қояды бірінші? Мектептің бухгалтерлері қол қояды. Сөйтіп олардың көпшілігі қазір жаңағы қылмыстық іс жасады, осыған қол қойды, осыны істеді деп оларға апарып жаңағы стрелочник дейміз ғой. Мен бағана бір мысалды айтпақшы едім. Бізде осы үлкен олигархтар тұтылмайды да, биліктегілер. Анау орыс тілінде айтады ғой, рыбышки ловились дейді. Стрелочниктар рыбышки попадаются. Сөйтіп, біздің өкінішті осы мектептің бухгалтерлері қазір егерде кім жемқор десе, бірінші орында жаңағы білім саласы мен денсаулық саласы. Бұл бүгінгі күнде осындай схемалар өте жүзеге асып жатыр. Бұлардың енді мен мысалын келтіре берсем көп қой, ЛРТ-ні айтсақ та болады, басқа да мысалдар көп. Госпорда естідік, мысалы шығыс Қазақстанда президенттің өзі инициативасымен басталып салынған анау Маркакөл жақтағы көпір мысалы. Мұхтар үстінде ол жерде көп мұз қатқанда адамдар машинамен үстінен өтем деп талай машина су астына кетіп адамдар табылмаған деген әңгімелер көп. Ол барлық облыстарда бұндай мысалдар көп. Иә, қараңыз енді осы жемқорлықпен қазір біздің президент те кейбір органдарда айналысып жатыр ғой енді, иә. Бірақ мен ойламаймын осындай үлкен жемқорлық на уровне президенттің қасында жүрген адамдардың деңгейінде жасалады дегенге сенгім келмейді қатты. Оптимист екенсің. Өте крупно жасалған екен, оны да нақты дәлелсіз ештеңе дей алмаймын. Бірақ та анау енді өзіміздің бақ беттерінде жазамыз ғой, мысалы
Шымкентте есепші ұсталды, там мектеп директоры ұсталды, ана шенеунік тұтылды, мынау тұтылды деп. Бірақ сонда жемқорлық өзі биліктен басталып тұрса, ауылдағы мектепте есепшімен бітіп тұрса, біз Қазақстан қалай шығамыз бұл шеңберден? Қалай жемқорлықтан құтыламыз, қалай ел боламыз, қалай алдыға жүреміз? Немесе бұл ақша айналымын цифрландыру керек па, ұрлық жасалмау үшін бір экономикалық кеңес? Мен осы жерде бір нәрсені айтайын, өте сөзің дұрыс. Осыны жемқорлықты тоқтатамыз деп біздің билік өте көп айтады. Кезінде де айтылған, ол 92-3 жылдардан бастап 94-ші егемендікке шыққаннан кейін жемқорлыққа қарсы күресеміз деп не нәрсе істелінбей жатыр. Өте көп ұйымдар, тексеретін ұйымдар құрады. Әлгі антикор, финансовый мониторинг дейма, палата дегені бар, комиссия дегендері бар. Әрбір министрліктің ішінде комиссиялары бар. Осындай тексеруші органдар қаншалық көп болса жемқорлық солайша көбейе береді. Себебі сол жемқорлықты тексеретін органдарға жаңағы жемқорлықты жүзеге асырып жатқан адамдар пара береді. Аман қалу үшін. Бұрын мен енді кеңес дәуірінде директор болғам. Әділдік жоқ қой сонда. Енді әділдік туралы қазір кейін айтайын. Мен заводтың директоры болдым. Сол кезде мен бүлікшімін. Сапаны тексеретін ұйым бар еді, инспекция деуші еді, инспекция торговли деген. Соны қолға алсақ, мен жаңағы пышағым майдайды да жүреді деуші еді. Ешкім маған тиіспеуші еді. Себебі ол сол сапа мәселесіне сол қалушы еді. Ал бүгінгі күнде мен егерде өзім ойлаймын ба, егерде мен бүгінгі күнде директор болсам, кімге, неше адамға пара беруім керек, чтобы менің жұмысым маған ешкім тиіспеуші. Білмеймін, мен қаржыгер өзі бүгін білмеймін. Кемінде бір 10 ұйымға, органға мен сөйлесуім керек. Салықшыға да сөйлесуім керек, жаңағы өрт сөндірушіге де сөйлесуім керек, санэпидемциядан сөйлесуім керек, антикорға сөйлесуім керек, финансовый мониторингке сөйлесуім керек, көрдіңдер, бүгінгі күнде ол Қазақстан сондай болып кетті. Ал бұны шығатын жол дүние жүзінде өте ашық, бәрі белгілі. Күнде, мен мәселен сол жаңағы қаржы пәнін оқытамыз ғой, соның әліппесі бұл. Яғни мемлекеттік меншікті жекешелендірместен бұл жемқорлықтан құтылу мүмкін емес. Мемлекеттік меншікті жекешелендіріп, жеке адамдарға бермегенше, жерді жеке адамдарға бермегенше, мына жемқорлықтан құтылу мүмкін емес. Қаншалықты орындамыз? Сонда жеке адамдарға деген. Жеке, мәселен, жерді. Қазір біздегі ең жемқорлықтың біреуі осы жер сату мәселесі да. Кім сатады оны? Әкімдер сатады. Себебі ол мемлекеттің жері, тегін. Өзінде тұрған мемлекеттік тегін нәрсені бір танысына, білісіне, құдасына, баласына, қызына жаңағы арзанға сатып, бюджетке ақша түсірмейді де, сол жерді сатып жатыр. Тексереді, өздері тексереді ғой. Жаңағы тексеретін адамдардың бәрі өздері. Өзің қожа болғаннан кейін баяғы жақта сол жақта. Ол жаңағы антикорда, жаңағы финансовый мониторингта, палатада бәрі өздері ғой. Оның мәселен жаңағы палатаның бастығы деп бюджеттік ақшаны тексеретін десек, не оның құдасы жоқ па, оның баласы жоқ па, әйелі жоқ па, қызы жоқ па, соның туғандары жоқ па? Міне осы жағдай, себебі сол мемлекет, егерде оны біз сол басында бірден сол халықтың жергілікті қазақ халқына, ауылда қазақтар тұрады ғой, соларға жерді тегінге емес, арзан бағаға, солардың сатып алу қабілеті бар, мүмкіндігімен сатып жіберіп, бюджетке де ақша түсіріп, жерді сол халыққа бергенімізде, мына пәтерлерді бағана берді деп айттым ғой. Дәл сондай қылып бергенімізде қазір бізде жер мәселесінде жемқорлық болмас еді. Енді квазимемлекеттік кәсіпорындар, мемлекеттік кәсіпорындар, бүтін қазір біздің жалпы ішкі өніміміздің 60%-ын солар беріп жатыр. Яғни жартысынан көбі бұл жемқорлыққа бейім кәсіпорындар. Олар жаңағы бір табыс тауып бюджетке ақша түсірудің орнына бюджеттің ақшасын жеп отырған кәсіпорындар. Сонда қараңызшы, мысалы біздің президентіміз Қасым Жомарт мырза
Қасым-Жомарт Тоқаев мырза. Осы бюджеттік ақшаны сақтау үшін ана жерден экономить етеді, мына жерден экономить етеді, тіпті кейбір форумдарда отменять етеді, байқасаңыз, оларды да азайтуға тырысты. Мынаны кішкене бәрін жинақтап, ол бюджеттің ақшасын керісінше сақтауға тырысып жатса, жемқорлық, демек жемқорлықпен де бар екенін біліп тұр, оған да күш салып жатыр деген сөз ғой, сонымен айналысу үшін. Президентіміз мынандай екпінді, мынандай, былай қарасаңыз, президент біреу ақ, бүкіл мынандай жемқорлықтың қайнап жатқан қазанын енді өзіңіз айтып отырған елестетсек, күші жете ме бұл кісінің, пәрмені жете ме сонымен айналысу? Енді мәселе мынада, бұл жүйе. Осы жүйені біздің президентіміз, біздің 19-шы жылы президент сайланғаннан кейін, мәселен бірінші жолдауын мен өте ұқпен оқығанмын. Осыларды тоқтатамыз, естеріңізде болса, монополистерді тоқтатамыз, олигархтарды тоқтатамыз, жемқорлықты тоқтатамыз деген еді. Бірақ өкінішті мына 6 жылдан кейін ондай әңгіме жоқ. Неге? Неге? Мені президентті сұрау керек ол үшін. Президент мырзаға жеке сұрақ отыр. Неге монополистер туралы сол кезде айтылған әңгіме қазір айтылмайды? Жоқ, бәрі монополистерден құтылып болдық па? Олигархтардан құтылып болдық па? Жоқ, қайта олар одан бетер көбейіп кетті. Мәселен, енді айта берсе әңгіме көп, осы мынау мемлекеттік сатып алу деген нәрсені айтып жатырмын. Мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік кәсіпорындардың барлығына тиісті. Осы мынау самұрық қазынаның астындағы 60%-ық біздің жалпы өнім беріп жатқан кәсіпорындардың барлығы мемлекеттік сатып алумен жұмыс істеу керек. Оның барлығын бақылау мүмкін емес. Себебі оның барлығының төбесіне жаңағы бақылаушы бір органды, бақылаушы адамды қоя алмайсың ғой. Олар өте көп. Егер де олар жекешелендірсе, мәселе мен мысалы айтайын, мысалы ArcelorMittal, біз енді көп шығардық ақыры. Себебі олар қауіпсіздік мәселесіне оншалықты қарамады деп шығардық. Ал негізінде қауіпсіздікке бөлінген ақшаны біздің өзіміздің бір жемқорлар жеп қойды деген әңгіме де бар. Енді оны мен біле алмаймын, бірақ сондай әңгіме бар. Сода осы неше жыл сол жұмыс істеді, бір 15-20 жылы. Бір ретте оларды сатып алудан бір жемқор болды деген әңгіме шыққан жоқ. Себебі ол жеке кәсіпорын. Егер де сол ArcelorMittal өзінің қойған адамдары, жаңа басшылары бар ғой, солар егер де жемқор жасағанда олар бір күнде жұмысқа тұрмас еді. Олардың бәрі адал жұмыс істеп, сол металлургия заводын дүркелетіп тұрды. Ал біздің заводтарымыз не болды? Барлығы әйтеуір сол бюджеттен ақша алып, жаңағы мемлекеттік сатып алудан ақшаны алуға жаңағы әрекет жасап жүрді. Сондықтан мен ең бірінші жаңағы сол қаржы жүйесіндегі мәселелерді шешіп, жекешелендірмегенше осы самұрық қазынаның кәсіпорындарын, квазимемлекеттік кәсіпорындардың көпшілігін 90%-ын жекешелендіру керек. Жекешелендіру керек деген, мысалы, мен қазір Лаура Қуанышқызы, маған сол заводты маған беру керек па, басшысы ретінде? Егер де сенің ақшаң болса, сатып алу керек. Мен сатып алу керек. Солай түсінеміз. Қазақстанның адамдарына, егер де былай деген болды, 2011 жылы өте үлкен бір қаулы шықты, олигархтар алып болды, ал енді халықта ақша жоқ, сондықтан IPO шығарды. IPO дегені IPO ағылшын тілінде Initial Public Offers деген. Яғни халыққа осы мемлекеттік меншіктің үлесін сату деген сөз, ұсыныс. Сондай сөйтті де айтты, біз 2-3 жылда осы самұрық қазынаның үлкен кәсіпорындарын бәрін жекешелендіреміз деді. Сөйтіп, меніңше Қазақ Трансойл бірінші басталды, IPO шығарды, халық өте жақсы сатып алды жаңағы акцияларын. Сөйтіп, ол жекешелендіруге бастап барады. Қараса, біздің олигархтар, биліктегілер үлкен кәсіпорында қолдан шығып кетіп жатыр. Ақыры жабулы қазан түрінде жауып қоя салды. Ешнәрсе. Себебі одан кейінгі мынау Керго, Қазақстан темір жолы, осындай Қазақстанның өте үлкен кәсіпорындары жекешелендірілу керек еді. Тоқтатып қойды. Яғни биліктің өзінің қолында қалдырды. Бұл деген сөз, яғни біздің сол кездегі билігіміз, енді қазірден сол биліктегілер ғой, осы жекешелендіруге қарсы, себебі ол мемлекеттік болған екен, оны жеп, жеке басының мүддесін, халықтың бюджеттің мүддесіне, мемлекеттің мүддесіне жоғары қоюға мүмкіндік беріп отыр.
Иә, түсінікті. Енді менің өзім мысалы ұсынысым, жалпы менің ойым мынандай өте масштабно деп айтуға болатын шығар. Осындай жемқорлықты, отмывание денег жаңағы ақшаны жымқыру схемаларын тоқтату үшін менің ойымша үлкен IT саласындағы хаб құрылу керек. Бүкіл органнан қандай ақша қайда кетіп жатыр, анау трейдингті бақылаймыз ғой. Сол сияқты бір бақылау жүйесін құру керек сияқты. Ауыр система, конечно, но роботтармен. Кейін сонда мен бір кәсіпорынның бастығы болсам, сол жаңағы айтишниктің басына да пара беруім керек пе? Бермейсіз ештеңе. Көрсетпеу үшін. Ол айтишниктердің хабы өте үлкен заңды структурамен бақыланатын болса, мүлдем ешқандай бір тиын бір жерден желінбейтіндей бақылау болса деп ойлаймын да. Компьютермен бақыланатын, цифрландыру. Ондай нәрсе мүмкін ба? Мына сервис деген нәрседен хабарың бар, Иә, көріп айтасың ғой, камера. Солардың кейбіреулері, кейбір қалай десем екен, кейбір бір жол ережесін бұзғандар соның алып тастаудың жолын тапты. Қазір енді басқа жүйеге өтіп жатырмыз. Неге өтіп жатырмыз? Себебі ананың жолын тауып қойды да. Сен айтқандай сол жаңағы цифровизация, импровизация, кибернетизация деген нәрсені де жемқор жолымен алып тастаудың жолын тапты. Сөйтіп еді, қазір енді біз Астанада басқа жүйе, соның сатылмайтын жүйені істеп жатырмыз дейді. Бұның өзі де сол сатылатын жолдың бір жолы да. Кім біледі, біреу көбірек пара беріп, басқа біреу келіп отыр ма, сергіткен басқа. Сондықтан бақылаумен және қайтарып айтамын, бақылауды күшейтіп жемқорлықты жойып болмайды, коррупцияны жойып болмайды. Егер де бұны бақылаумен оны тоқтататын болса, Қытай өте компьютеризация мемлекет қой, алдақшы тоқтатар еді. Тоқтата алмай жатыр. Неге? Себебі ода Қытайда 25% өндіріс, 25% нәрселер мемлекеттің меншігінде. Коммунистік партия ғой. Оның теориясы бойынша жалпы 100% мемлекеттік болу керек еді. Бірақ Денсаевтың айтты, мемлекеттік меншік деген бұл жемқорлық ең шарықтаған шегі. Сондықтан біз нарықтық заман өтеміз деп 75%-ын, жалпы ішкі өнімнің 75%-ын жеке кәсіпкерлерге өткізді. Ал бізде бар болған 40%-ы жеке кәсіпкерлерде. Сондықтан біз сол еш болмаса Қытайдықындай бір 20-25%-ын қалдырайық та қалғанын жекешелендірейік. Сол 20-25% біздің мынау жемқор билікке жетеді. Енді сізге соңғы екі сұрағымды қояйын, қысқа нұсқа. Біріншіден біз қазір жемқорлық бойынша Қазақстан қаншасыншы орында, қатты мүлімізге бола ма әлем бойынша? Екінші сұрағым, жаңағы қазіргі биліктегі адамдар, қазіргі шенеуніктердің мысалы яхтасы, вилласы, Дубайда, шетелде үйлері, мүліктері бар болса, счеттары бар болса, ол қайдан алған ол ақшаны деген сұрақ. Енді қайдан алғанына мен бағаналы бір осы жарты сағаттан бері жауап беріп отырмын. Солай келді. Сол ақшалардың барлығы қайтып алған болса, сол дүниесі олардың бар. Енді біздің биліктегілер соны істеді. Сондықтан байлығы бар. Мен мынандай бір нәрсені айтпақшы едім, осы кейбіреулер мүмкін сәл қате түсініп қалатын шығар. Бүгін кейбір мен енді орапатриот деймін, орапатриот журналистер, осы саған ұқсағандар, соларды табайық, бәрін құртайық, бәрін басын шауып алайық деп айтады да. Мен айтам, кешіресіңдер, біз 2 рет легализация деген нәрсені істедік. Иә. Не деген? Сол алған дүниесі болды, енді екінші тимей қояйық деп 2 рет заң шығардық. Қазақстанда сол болды. Қашанғы оның арқасынан қуып жүре бересің жаңағы шырақ алып. Болды да деп. Украина осыны легализация істейміз деп көрдіңді шиеленісіп кетті. Себебі билік олигарх күшті, оны жаңағы Ющенко президент болған кезде оны жаңағы оларды ұстаймыз деген еді, оның өзін құртып жіберді. Сондықтан өзара өте үлкен бір шиеленіс болмау үшін біз 2 рет заң шығардық. Яғни легализация дейді, яғни заңдастыру. Яғни соны алған адамдар осы күнге дейін сол заңның әлгі оншалықты күші жоқ, әлі ешкім егеленбеген кезінде алып болды ма, болды, енді осы берекесін берсін деп тоқтатамыз дедік. Енді мына жағына, бірақ енді таза жұмыс істейік деп үміт етеміз да.
Сонда мен жаңағы сол жаңағы сен сияқты журналистер ура патриоттарға айтамын, айналайындар, тыныш отырыңдар. Болды. Біздің мына бүгінгі күнде тәуелсіз мемлекеттер достастығы ішінде бірінші орында тұрмыз экономикалық дамудан. Осы дәрежемізге Аллаға шүкір дейік та, енді бұдан былай осы мынау мемлекеттік меншіктерді жекешелендіріп, мына президентіміз мәселен осы нәрсені өте жоғары көтеріп жатыр. Жекешелендірейік деп. Иә, айтып жатыр, жекешелендірейік. Биыл 243 мемлекеттік меншіктегі жауапкершілігі шектеулі серіктестік акционерлік қоғамдарды жекешелендіріп, бюджетке ақша түсіруіміз керек. Осы мәселені біз жүзеге асырсақ, мынау жемқорлық азырақ түседі. Енді бірінші сұрауым, біз нешінші орындамыз дейміз, осы өзім Біріккен ұлттар ұйымында тіркеуге тұрған 193 мемлекет бар. Қанша? 193. 193. Жер жүзінде бір 230-240-қа жақын мемлекет бар деп естілінеді. Соның енді 55-і бір мемлекеттің қолында, мысалы Пуэрто-Рико сияқты Америкаға қосылып кеткен бодан мемлекеттерде, ал тіркеуде тұрған 193 мемлекет бар. Соның 160-ы осы Amnesty International деген ұйым бар, дүние жүзінде жемқорлықты тексеретін, сөйтіп рейтинг қоятын. Сонда ар жағындағы бір 33 мемлекет қатыспайды. Мәселен, Түркменстан, енді ашық айта береміз, оның ешқандай несі жоқ. Солтүстік Корея, Куба, Беларусь сияқты мемлекеттер, Венесуэла сияқты, Сомали, Африканың сондай бір мемлекеттер қатыспайды оған. Оларды кіргізбейді. Сонда 160 мемлекет жаңағы рейтингке қатысады. Соның ішінде Қазақстанда бар. Демократиялы мемлекетпіз, біз қатысып, барлық нәрселерімізді береміз, көрсеткіштерімізді көрсетеміз. Сөйтіп біз 160 мемлекеттің ішінде 93-ші орындамыз. 160 мемлекеттің ішінде 93. Жемқорлықтан жақсы болып тұрмыз ғой, Енді жемқорлық. Егерде 80 мемлекет ортасында мына жағы жемқор, мына жағы жемқор емес дейтін болсақ, біз жемқорлық жағында тұрмыз. Достар, естеріңізде сақталыңыздар. Бірінші, екінші, үшінші орында Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Солтүстік Европа мемлекеттері, Новая Зеландия, Австралия сияқты мемлекеттер. Түркия бар ма ішінде? Түркия меніңше сол бізге жақын 60-шы, 50-ші орындарда. Бірақ біздің мынау көрші Ресей, Өзбекстан, Тәжікстан сияқты мемлекеттеріміз 120-130 орындарда. Менің арманым жастардың, келешек ұрпақтың, менің балаларымның сіздердің біздің әкелерімізбен ойланса үлкенсіздер, жалпы қазақтың әлемдік деңгейде цивилизацияда өмір сүргені қалай. Сондықтан да бәріміздің мақсатымыз осы болсын, бәріміз өзімізден бастап өзімізбен жұмыс жасайық, ең бастысы мемлекеттік деңгейге өтпей ақ, қазір олигархия, монополия деген тақырыптарға кірмесек те, сондықтан бүгін маған сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Жүрекке өте салмақ түсірген тақырып болды. Әлі де қорытамыз. Құрметті көрермен достар, Лаура Ньюс каналына тіркеліңіз, сауалдарыңызды жолдаңыздар. Алдарыңызда өте білімді эксперт отыр. Барлық комментарий пікірлерді оқимыз, кейбір жерлерде сіздерге қосыламыз. Сұрақтарыңыз болса жолдап, бізді қолдап отырыңыздар. Сау болыңыздар.